есеп берілген k мен n, яғни бір k-дан кіші болса немесе тең болса, k мен k n-нен кіші болса немесе тең болса, n мыңнан кіші болса немесе тең аралығында барлық жұп санды экранға шығаратын программа құру. Алға k мәнін және range функциясы бұл жерде екі аргументті қабылдап отыр. Яғни k бірінші k мәнін және n мәніне бір сан қосу арқылы анықтаймыз. Егер айымыз 2-ге бөлгенде қалдықсыз 0-ге тең болса, онда экранға айды шығар деп тұр. Запуске береміз. Яғни бізде мән 23 пен 35 k мен n-ге мән беріп жатырып. Яғни бұл жерде 23 пен 35 сандарының арасында жұп сандарды анықтады. 24, 26, 28, 30, 32 және 34. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. 10 саны n-нен кіші болғанда және тең болғанда, және n-іміз 99 саннан кіші болғанда және тең болғанға дейінгі екі таңбалы сандар арасында екі цифрда бірдей сандарды экранға шығаратын программа құру. Екі таңбалы сан 10-нан басталады. Яғни 11, 22, 33 деген нәтиже шығу керек. Жалғыз ғана n мәні, оны сондықтан input деп бір жолға сипаттап алдық. In range, яғни бір, алғашқы мәніміз 1-ге және n плюс 1, яғни бір сан қосып отырамыз. Егер санымызды 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігі және 10-ға бөлгендегі қалдық бөлігі тең болса, онда экранға айдың мәні шығар деп тұр. Запуске береміз. Мәнді жазамыз. Мән бізде 34 деп. Яғни 11, 22, 33 бар. Сынып оқушыларының арасында баскетбол үйірмесіне қатысатындарға бойының ұзындығы бойынша іріктеу жүріп жатыр. Іріктеуге барлығы n оқушы, оның ішінде 130-дан кіші және немесе тең оқушының бойы, немесе 200-ден кіші және тең оқушы қатысқан әрі бойларының ұзындығы сантиметрден биіктері ғана қабылданған. Үйірмеге барлығы неше оқушы қабылданған? Ең ұзын оқушы нешінші орында тұр? Мысалда берілген оқушылардың бойы тігінен енгізіледі. Есептің берілісін жазып қойдым. Есептің берілісі бойынша бізде n, m, 2 мән берілген, сондықтан n, m 2 мән берілгендіктен мен мәпке сипаттап алдым. Одан кейін k тең 0, яғни алғашқы мәніміз s тең 0, максимум 0 деп сипаттап алды. Одан кейін for in range 1, яғни n плюс 1, бір мән қосып отырамын. Одан кейін бұл жерде оқушылардың бойын енгізу үшін қажет. G және input бойын енгіз, яғни бойын енгіземіз. Егер максимум G-ден кіші болса және максимум G тең болса, онда S-іміз I-ға тең болады. Егер G-міз M-нен үлкен және тең болса, онда K-ны K плюс 1-ге қосамыз. Енді запуске беріп, run. Мән енгіземіз бойды. 7 оқушы және 170. Ең үлкен мәніміз. Бойын енгіз.
165, одан кейін 180, келесі 171, 135, 143, яғни 175, 169, яғни 7 оқушының бойын енгізді. Бұл кезде бізде 3 оқушы 170-тен жоғары болды. 170-тен асатын бізде 3 оқушы бар екен. Бұлар 180, 171 және 175. Ал ең бой ұзын оқушы бізде екінші жолдағы оқушы, яғни